барлығымызды жарылқасын. Шынымен де осындай керемет күн сыйлаған үшін біз Құдайымызға мың да бір алғыс айтамыз. Қазір барлығымыз жүректерімізді дайындап, жүректерімізді ашып, Құдайымыздың атын мадақтайық. Senin yüzünü
Өзің киелі рухымен толтыра көрш деп сенен сұранамыз, әке. Біздің жүрегімізді сен өзің қабылдай көрш, әке. Жасаған күнәларымыз болса, әке, сен өзің кешіре көр деп сенен сұранамыз, әке. Ары қарайда тек саған ғана қарап өмір сүруге сен өзің бізге күш қуат бере көрш деп сенен сұранамыз, әке. Әке, біздегі барлық жеңе алмайтын күнәларымыз болса, әке, сен өзің күш қуатыңды бере көрш, әке. Біз барлығын жеңіп, тек сенің соңынан ғана еріп, осы айқышыммен бірге жүретін сенің шәкірттерің болғымыз келеді, әке. Әке, сен өзің бізді жетеле көр. Осы киелі қаның үшін саған алғыс айтамыз, әке. Біз сен үшін солай құрбан болғымыз келеді, әке. Сен өзің біздің өмірімізді қабыл алып, өзің бізді киелі рухмен жетеле көрш деп сенен сұранамыз.
барлық мадақ пен даңқты біз тек саған ғана тапсырамыз. Иеміз Иса Масының атымен біз дұға етеміз. Амен. Амен. Біздің жолымызға жарық нұр болсын. Құдайымыздың атын мадақтаймыз. Жалғыз қалсаңдар
қауымда сен өзің 30, 60, 100 есе жемісіңді бере көрші деп сенен сұранамыз, әке. Әке, біз шынымен де сенің берген айқышыңды арқалап жүргіміз келеді, әке. Сен біздің өмірімізді қабылла көрші деп сенен сұранамыз, әке. Біз сенің тәнің болғымыз келеді. Осы жерде жойылатын тәнің болып өмір сүргіміз келеді, Иса. Сен өзің біздің өмірімізді қабыл алып, өзің жетелей көр деп сенен сұранамыз, әке. Өзің киелі рухымен толтырып жетелей көрші, әке. Біз сенің айқышыңды алып, әке, әрқайсымыз өзіміздің айқышымызды алып, сенің соңынан соңына дейін жүретін боламыз, әке. Барлық үшін саған алғыс айтамыз, әке. Барлық мадақ пен даңқты тек саған арнаймыз. Сен өзің бізді жетелей көр, әке. Барлық үшін саған алғыс айтамыз. Иеміз Иса Масihтің атымен біз бірге дұға етеміз. Амен.